Біз инвесторлардың ел экономикасына, оның орнықты дамуын қамтамасыз етуге қосқан үлесін жоғары бағалаймыз. Соңғы 10 жыл ішінде Қазақстанға 200 миллиард доллардан астам шетелдік инвестиция тартылды. Бұл сенімнің көрсеткіші және инвестициялық ахуалға сіздердің берген жоғары бағаларыңыз. Қолайлы инвестициялық ахуал қалыптастыру біздің басты басымдықтарымыздың бірі және алдағы кезеңде де солай бола бермек. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы. Инвестициялардың тұрақтағына, экономиканың қарыштап дамуына, жаңа жұмыс орындарын құруға және инновацияны енгізуге ықпал ететін негізгі фактор. Тәуелсіздік алған жылдары Қазақстанның алдында жоспарлы орталықтандырылған жүйеден нарықтық жүйеге көшу жағдайында экономикалық дағдарысты түбегейлі еңсеру міндеті тұрды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілігімен жүргізілген ең күрделі келіссөздердің нәтижесінде табиғи ресурстарға бай Қазақстан мұнай-газ және тау-кен металлургия секторларына ірі халықаралық инвесторларды тарта алды. Бұл шаралар экономиканың іргетасын қалап, бюджетке түсетін салық түсімдерін еселеп, әлеуметтік саланы тұрақтандыруға ықпал етті. Өтпелі кезеңдегі Қазақстанның алдындағы міндет бизнес жүргізуге қолайлы жағдай жасаумен қатар, экономиканың әртүрлі салаларына инвесторлардың жаппай келуін қамтамасыз ету болды. Ол үшін инвесторларға жан-жақтан жағдай жасау маңызды туындады. Еліміздің Еуразия жүрегінде орналасуы инвестициялық тартымдылыққа себеп негізгі фактор саналады. Соның арқасында жолдар мен көлік логистикалық нысандардың құрылысына қомақты инвестициялар құйылды. Мемлекет қабылдаған нақты шаралардың арқасында Қазақстан халықаралық стандарттарға сай келетін инвестицияларды қорғау мен қолдаудың құқықтық инфрақұрылымын құруға қол жеткізді. Инвестициялық келісім шарт жасауды көздейтін басым салаларға мемлекеттік қолдау көрсету жүйесі енгізілді. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан шет мемлекеттермен инвестицияларды ынталандыру және өзара қорғау туралы 50-ден астам келісім жасасты. Сонымен қатар сыртқы нарыққа шығуды қамтамасыз ету үшін ондаған екі жақты және көп жақты келісімге қол қойылды. Қазақстанда дәстүрлі түрде инвесторлардың құқықтарын қорғауға көбірек көңіл бөлінеді. Осы мақсатта президент жанындағы шетелдік инвесторлар кеңесі, сондай-ақ инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі кеңес және премьер-министрдің төрағалығымен инвестициялық штаб құрылды. Ол сондай-ақ инвестициялық омбудсмен қызметінде атқарады. Қабылданған жүйелі шаралар Қазақстанға қолайлы инвестициялық ахуал жасауға мүмкіндік берді. Инвесторлар тау-кен саласынан басқа да бағыттарға қаржы құюды қолға алды. Нәтижесінде елімізде өнеркәсіп өндірісі етек жая бастады. Сондай-ақ автомобиль жасау, жаңартылатын энергия көздері, темір жол өнімдері, май өнімдері, жоғары технологиялық фармацевтика, медициналық құрылғылар және АКТ сияқты жаңа салалар пайда болды. Тәуелсіздік жылдарында әлемдік ірі компаниялар Қазақстан экономикасының дамуына маңызды үлес қосып, олар сенімді серіктеске айналды. Қазір Қазақстанда шетелдік капиталдың қатысуымен 50 мыңға жуық кәсіпорын тіркелген. Жалпы алғанда тәуелсіздік жылдарында Қазақстан экономикасына шетелден құйылған инвестиция ағыны 380 миллиард доллардан астам қаржыны құрады. Оның айтарлықтай бөлігі шикізаттық емес секторларға тиесілі. Экономикалық дипломатияны жүзеге асыру Қазақстандағы 100-ден астам шетелдік мекеменің халықаралық бизнес қауымдастықтарымен инвестиция тарту бойынша әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді. Құрылған 3 деңгейлі жүйе шетелдік өкілдіктердің орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмысын тығыз әрі жедел үйлестіруін қамтамасыз етеді. Бұл ретте бүкіл жүйенің үйлестірушісі Сыртқы істер министрлігі, ал жұмыс органы Қазақ Инвест ұлттық компаниясы. Инвесторларды тарту бойынша 5 жылға жасақталған мақсатты жоспар Қазақстанның шетелдік өкілдіктер үшін елде инвестициялық бағдарламаларды іске асыру. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында инвестициялық саясатты жүзеге асырудың шаралары мен басымдықтарын нақты атап көрсетті. Шетелдік инвестициялар мен технологиялардың көмегімен Қазақстан экономикасының өндірістік және ресурстық емес әлеуетін толық ашу жұмыстары күтіп тұр. Инвестициялық белсенділікті одан әрі ынталандыру мақсатында стратегиялық инвесторларды қолдаудың жаңа құралы инвестициялық келісім әзірленді. Соңғы жылдары Қазақстан жоғары сапалы инновациялық жобаларға инвестиция тарту орталығына айналды.
тамақ өнеркәсібі, туризм және баламалы энергетика әлі де жоғары әлеуетке ие. Сонымен қатар жасыл сутегін өндіру, сирек кездесетін металдарды терең өңдеу, IT индустрия, қаржылық технологиялар және экономиканың басқа да озық секторлары бүгінде инвесторлардың үлкен қызығушылығын тудырып отыр. Тәуелсіздіктің 30 жылындағы прогрессивті дамудың нәтижесінде Қазақстан өзін әлемдік инвестициялық қоғамдастыққа сенімді іскер серіктес ретінде көрсете білді. Инвестициялық қызметті қолдау үшін салынған инфрақұрылымның арқасында Қазақстан болашаққа сеніммен қарайды және мемлекет басшысы міндеттеген биік мақсаттарға қол жеткізуге ұмтылады.